Бүгін Қарақалпақ рулары хақында айтып өтеміз. Қарақалпақ халқы ертеден екі үлкен арысқа бөлінген. Бұлар Қоңырат арысы һәм 14 ру арысы. Қоңырат руы жоңғар һәм шүлікті бірлестіреді. Ал 14 ру арыс болса, үлкен 4 рудан ібарат. Бұлар Қытай, Қыпшақ, Кенегес, Маңғыт. Көпшілік адам неге 4 ру болса, аты 14 ру деп сұрайды. Этнограф һәм халық арасындағы айтуларға қарағанда 14 ру алдын ол 4 ру деп, ямаса анау 4 ру деп аталған. Уақыт өтуіменен сөздер өзгеріп, ол 4 ру 14 ру болып кеткен деген қарасылар бар. Бұл 4 ру Қарақалпақ халқының қалыптасуында ең үлкен рөлді атқарған. Бұл 4 рудан Қытай руына тоқтап өтеміз. Ұраны Ұлытау болған бұл Қытай руы этнограф Татьяна Александровна Жданконың айтуына қарағанда 1912 жылы Қарақалпақлардың 27%-ін құраған. Хәммесі болып 12 рудан тұрады. Бұлар Бессары, Бексиқ, Қазаяқлы, Қайшылы, Анна, Құйын, Айтеке, Шеруші, Аралбай, Мәнжуйлы, Боқлықтай һәм Қырық рулары. Бұл рулар майда терелерге бөлінеді. Сіз қайсы рудансыз? Комментарияға жазып кеттің. Қарақалпақ халқының этногенезінде үлкен рөл ойнаған рулардан бірі бұл Қыпшақ руы. 10-11 асырлерде Қыпшақлар Арал теңіз бойларынан Ыртыш дариясы бойларына шекемгі аймақтарда жасап, олар оғызларды өзіне бойсындырып, пешенекілердің көп бөлімін өзлерінің тәсіріне алған. Шығыс деректерінде олар Қыпшақлар, батыс тарихында Куманлар, ру шындамаларында болса Палавеслер деп аталған. Сол дәуірде Ыртыштан, Хорезм, Бұхара, Тянь-Шаньға шекемгі ұлы аймақлар Қыпшақлар даласы деп аталған. Қыпшақлар тек Қарақалпақлардың ғана емес, қазақ, қырғыз, өзбектердің де этногенезінде үлкен рөл атқарған. Қыпшақ руының ұраны тоқсаба болып, ол майлы гүбі деген мағынаны аңлатады. Ал Қарақалпақ құрамында Қыпшақлар 14 үлкен руға бөлінеді. Бұлар Қаңлы, Саңмұрын, Естек, Қанжығалы, Шұнақ, Басар, Толыс, Ябы, Арық, Жағалтай, Бағаналы, Майлыбалта, Жәдік, Салтыр Қыпшақлардыр. 1912 жылғы деректерге көре Қарақалпақ Қыпшақларының саны 9200 қожалықтан ібарат болған. Қызығы Қарақалпақ Қыпшақлары 6 ата һәм 7 көше болып, үлкен 2 бөлімге ажыратылады. 6 ата һәм 7 көшеге Қыпшақтың 13 руы кірген. Бірақ Қаңлы сияқты үлкен рудың бұл бөлімлерге не үшін кірмей қалғанлығы тарихшылар үшін қызық. Қыпшақлар тарихы жүдә бай. Қыпшақларға және қайтамыз.